Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Айзада. Бүгін қамыры жұмсақ, бірінші рет әзірлеген адамның қолынан өте дәмді шығатын рецептке артық ештеңе қосудың қажеті жоқ. Балалық шақтағыдай немесе мектептегідей мінсіз қамырдағы шұжықтар, яғни сосиски в тесте әзірлену жолын көрсетемін. Міндетті түрде соңына дейін қарап, менімен бірге әзірлеңіздер. Ең алдымен шұңғыл ыдысқа шамамен 37 градуста жылулықтағы 100 мл су мен 100 мл сүтті, үстінен жарты ас қасық қант, 8 грамм белсенді ашытқы және ортақ массадан 400-450 грамм ұнымыздың ішінен 3-4 ас қасық ұнды салып, жақсылап араластырып 5-10 минутқа қойып қоямыз. Ұнды алдын ала елеуіштен 2 қайтара өткізіп алуымыз қажет. Келесі батырмалы блендермен немесе миксермен 2 дана жұмыртқаны жақсылап араластырып аламыз. Үстінен 3 ас қасық қант, 0,5 шай қасық қантты қосып жақсылап араластырамыз. Достар, сіздердің қолдауларыңыз өте маңызды. Каналға тіркеліп, лайк басып, келесі видео рецепттерімді өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Уақытым тығыз болғандықтан қамырды мен осы ас үйлік комбайнда әзірлеймін. Ал негізі қамырды қолмен илегенді өзім жақсы көремін. Сондықтан сіздер де қолмен илей беріңіздер. Үстінен ашытқы қамырымызды құямыз. Қалған ұнымыздың бәрін салып, жақсылап араластырып алуымыз қажет. Бөлме температурасында еріп тұрған қаймақ тәріздес 75 грамм сары майымызды қосып біріктіреміз. Шұңғыл ыдыстың астын майлап, 2-3 есе көтерілгенше жылы жерге 1 сағатқа жібереміз. Міне қамырымыз 2 есе көтеріліп, дайын болды. Қолмен шамамен 4 бұрыш көлемді келтіріп, оқтаумен илей бастаймыз. Қамырдың көлемі менде 40-52 см болып шықты. Сызғышпен осындай кескішті алып, ұзыннан бөліп шықтым. Менде барлығы 14 бөлік шықты. Және ең маңызды арзан шұжық алмауға кеңес беремін. Құрамы жақсы, ең жақсысын алуға тырысыңыздар. Келесі шұжығымызды орай бастаймыз. Қамырдың шетін шұжыққа видеодадай саусағымызбен жабыстырып аламыз. Келесі видеодадай қамырды кішкене бірінің үстіне бірін айналдырып орап шығамыз. Әрине ораудың бірнеше үлгісі бар. Мысалға, қамырдың ортасын бір-бірінен алшақ етіп орап шықсаңыз болады. Енді бәрі өз қалауыңыз бойынша. Ең соңғы шет жағында кішкене біріктіруіміз қажет. Противенге пергамент қағазын төсеп, шұжықтарымызды қоя бастаймыз. Орамалмен жауып, үстелдің үстінде шамамен 15 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. 200 градуста қызып тұрған пешімізге 20-25 минутқа жібереміз. Бірақ өз пешіңіз бойынша қараңыз, біреуде 15 минутта немесе одан да көп уақытта пісуі мүмкін. Пісуге 5 минут қалған кезде жұмыртқаның 1 сарыуызы мен 1-2 шай қасық сүтті алып, жақсылап араластырып, пештен алып шығып, беттеріне жағып шығамыз. Қайтадан пешке 5 минутқа қоямыз. Сонымен біздің балалық шақты еске түсіретін өте жұмсақ, дәмді қамырдағы шұжықтарымыз дайын болды. Міндетті түрде балаларыңызға, отбасыңызға әзірлеп беруге кеңес беремін. Достар, каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытып кетпеңіздер. Аман, сау болыңыздар.